Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз 11 сынып дүниежүзі тарихы пәні бойынша 3-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Бұл қоғамдық гуманитарлық бағытқа арналған, құрметті оқушылар. Алдарыңызда жиынтық бағалаудың құрылымы берілген. Жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы, бөлім бізде қоғамдық саяси даму болады, тексерілетін мақсат, және бізде бұл 5 тапсырмадан тұрады. Бірінші тапсырмада ағартушылық идеясы батыстың саяси және құқықтық мәдениеттің қалыптасуына айрықша ықпал етті деген пікірмен келісесіз бе? Өз ойымызды БТМ формасы арқылы жеткіземіз. Екінші тапсырмада берілген ақпаратты және өз білімімізді қолданып сұрақтарға жауап береміз. Мартин Лютер Кингтің Вашингтондағы Линкольн ескерткіші жанындағы сөйлеген сөзінен. Келесі үшінші бізде Мұстафа Кемалдың қанатты сөздерін қолдана отырып Түркия елдеріне жүргізілген реформаның атауын жазатын боламыз. Төртінші 1958 жылы Шарль Делонның билікке келуімен Франция болған өзгерістер салдары бойынша талдайтын боламыз. Және бесінші тапсырмада берілген ақпаратты және өз білімімізді қолданып сұрақтарға жауап беретін боламыз. Онда, құрметті оқушылар, талдау жұмыстарын бастайық. Бірінші тапсырмада ағартушылық идеясы батыстың саяси және құқықтық мәдениеттің қалыптасуына айрықша ықпал етті деген пікірмен келісесіз бе? Өз ойыңызды ПТМ формасы арқылы жеткіземіз. Яғни бұл П деген позиция, мен осылай деп ойлаймын. Түсіндіру ол себебі. Мысал, мен мұны мынандай мысалдар арқылы дәлелдей аламын деген, салдар айтылған мәселе бойынша мынандай қорытынды жасаймын деген. Міне осы форма арқылы біз жауап береміз, құрметті оқушылар. Бірінші тапсырмада, яғни позиция. Ағартушылық кезеңі Еуропада қайта өрлеу мен реформациядан кейінгі ірі құбылыс болды. Түсіндіру. Себебі ағартушылық идеялары қоғамның негізгі құндылықтары ретіндегі саяси бостандықтар мен демократияның, сондай-ақ мемлекетті өзін-өзі басқаратын республика ретінде ұйымдастырудың, діни төзімділіктің және ғылыми әдістің негізінде жатыр. Мысал, ағартушылық идеялары қоғам өмірін түбегейлі өзгертті. Олардың арқасында білім мен ғылым мен кең тарады. Адамның табиғи құқықтары мен бостандықтары туралы идеялар орнықты. Қоғамдық ой-санада секуляризация процесі күшейді. Салдар, ағартушылық идеялары қоғамның дамуында оң рөл атқарды. Өйткені ағартушылық идеялардың арқасында Еуропаның кейбір елдерінде Руссия, Австрия, Франция, Ресей ағартушылық абсолютизм саясатын қалыптасты. Мына келесіде сіздерге түсінікті болу үшін бұл ағартушылардың сол кездегі мемлекеттің абсолютизм саясатының қалыптасуының формасы сіздерге көрсетілген. Алдарыңызда таныс болуыңызға болады. Ол өздеріңіз үшін сіздердің нақты түсінікті болу үшін, құрметті оқушылар. Екінші тапсырмада берілген ақпаратты өз білімін қолдана сұрақтарға жауап беріңіз. 1963 жылғы 28 томызда Мартин Лютер Кингтің Вашингтондағы Линкольн ескерткіші жанындағы сөйлеген сөзінен. Міне соған біз талдау жұмыстарын жүргіземіз. Құрметті оқушыларына кестеге келтіреміз, түсіреміз. Кесте бойынша Мартин Лютер Кингтің күресінің себебі мен мақсаты. Ол бірінші, ақш-тағы билеуші реакционистік топтар жүргізіп отырған нәсілдік кемсітушілік пен сегрегация саясаты. Екінші, күш қолданбай қарсыласу арқылы қара нәсілді азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау. Мартин Лютер Кингтің күрес жолында ерекшелігі: жаппай шерулер мен жорықтар жасау, бойкот жариялау сынды бейбіт түрде күресу жолдарын таңдады. Мартин Лютер Кингтің күресінің нәтижелері: бірінші, жаппай бас көтерулер әсерінен ақш үкіметі қоғамның әртүрлі салаларында және саяси өмірінде қара нәсілдерге азаматтық құқықтар беруге маңызды қадамдар жасады. Екінші, 1964-65 жылдары, 1968 жылдары нәсілдік кемсітушілікке, бөлінушілікке қатысты заңдар қабылданды. Мартин Лютер Кингтің күресінің тарихи маңызы: Кинг басқаларды зорлық-зомбылықсыз жолмен әлеуметтік өзгерістерге қол жеткізуге шабыттандырды. Оның үлгісін Польшадағы кеңестік оккупацияға қарсы шыққан солидарность қозғалысы мүшелерін бастап, оңтүстік Африкадағы апартеид жүйесін жою үшін күрескен Нельсон Мандела мен оның жақтастарына дейін көптеген құқық қорғаушылар ұсталды. Мына алдарыңызда осы Мартин Лютер Кинг бейнеленген. Құрметті оқушылар, 1929-68 жылы өмір сүрген, ақш-тағы азаматтық құқықтар қозғалысының әйгілі көшбасшысы. Ол нәсілдік теңдік пен адам құқықтары үшін күрескен 1964 жылы Нобель бейбітшілік сыйлығын алған, құрметті оқушылар. Келесі үшінші тапсырмада Мұстафа Кемалдың қанатты сөздерін қолдана отырып Түркия елдеріне жүргізілген реформаның атауын жазамыз. Кестеге тиісті сөздерді келтіреміз, құрметті оқушылар. Алдарыңызда қанатты сөздер тұр, соған реформаларын жазамыз. Және соңында біз Мұстафа Кемалдың жүргізген реформаның тарихи екі дәйегін келтіретін боламыз. Адамзат екі жыныстан тұрады. Әйелдер мен еркектер бір бөлігін ғана жетілдіріп, екінші бөлігін елемеу арқылы адамзатын дамытуға бола ма? Халықшылдық принцип әйелдердің ерлермен құқықтарын теңесуі бойынша жүргізілген іс-шаралар. Менің халқым демократия принциптерін танып, ақиқаттың күшін біліп, ғылымдарды үйренсін, ескіге сенушілік жойылуы тиіс. Республикалық принципі бойынша мемлекеттің және ұлттың тұрақты түрде республикалық құрылым жолымен басқарылуы немесе төңкерісшілік принципі бойынша тоқырауға жол бермеу, үнемі даму, жаңару үстінде болуы, әлемдік өркениеттік артта қалмау. Толық тәуелсіздік экономика тәуелсіз болғанда ғана жүзеге асады. Этатизм саясаты, яғни елдің экономикалық өміріне мемлекеттік реттеу орнату. Егемендік ешбір талассыз, шартсыз елдігі. Ұлтшылдық принципіне түркі ұлтының мүддесін қорғау жүзеге асырады. Енді Мұстафа Кемалдың жүргізген реформаларының тарихи маңызын екеуін келтірейік. Ататүріктің жүргізген реформалары мемлекет пен қоғамның дәстүрлі құрылым мен мәдениетін түбегейлі өзгеріске ұшыратты. Ол Осман империясының тарихи нүкте қойған 20-шы ғасырда Түркия атты жаңа мемлекет қалыптастырған аса көрнекті реформатор саясаткерге айналды. Міне алдарыңызда осы Мұстафа Кемалдың бейнесі бейнеленген, құрметті оқушылар. Төртінші сұрақ. 1958 жылы Шарль де Голльдің билікке келуімен Францияда болған өзгерістерді салалар бойынша талданды. Салалар: ішкі саясат, сыртқы саясат, экономика, әлеумет және өзгерістерде біз толықтыратын боламыз.
Ішкі саясат. Конституциялық реформа жүргізді. Парламенттік республикадан президенттік республика ауысты, яғни президенттен өкілеттігі кеңейді. Екінші, либералдық көзқарас пен мемлекеттік билікті орталықтандыру арқылы күшті мемлекет ұстанымы қалыптасты. Сыртқы саясатта бірінші, Франция ұлылығын қалпына келтіру әрекет арқылы ақш-тың сыртқы саясатына бағынбайтын мемлекеттік тәуелсіздікті қамтамасыз етті. 1966 жылы НАТО-ның әскери құрылымдары мен елдің аумағында орналасқан ақш-тың әскери базаларын түгел жапты. Және екінші, ядролық қару жасауды қолға алып, атомдық державалардың біріне айналды. Енді экономика саласы бойынша бірінші, өнеркәсіпті жаңғыртуға үлкен қаражат бөлді. Екінші, еңбек пен капитал ассоциация бағдарламасы қабылданып, жұмысшылардың өз кәсіпорындары түскен пайдаға араласу жүйесін енгізді. Бұл өз алдында экономикада жеке секторды күшейтті. Әлеуметтік бағыт бойынша бірінші, өмір сапасын арттыру мақсатында 1960 жылдары орташа жалақы 25%-ға өсірді арттырды. Екінші, ақылы демалыс пен сауықтандыру төлемдері енгізілді. Алдарыңызда, құрметті оқушылар, Шарль де Голль биленген, бұл Францияның белгілі және әскери саясат қайраткері, 5-ші республика негізін қалаушы және президенті болған тұлға, құрметті оқушылар. Енді бесінші тапсырмада біз мына берілген ақпаратпен өз білімін қолдану сұрақтарға жауап береміз. Яғни стратегия ұғымын сипаттаймыз. Құжатта 21 ғасырдың 10 жаһандық сын көтерілу көрсетілген, олардың өзектілігі қандай, Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейін даму стратегиясы басты мақсат мен ерекшелігі қандай, ұзақ мерзім мемлекеттік бағдарламаның қажеттігін дәлелдейміз. Міне осы сұраққа жауап берейік, құрметті оқушылар. Стратегия грек тілінен аударғанда әскер кіргізу деген мағынаны береді. Яғни қандай да бір мақсатқа жету жолында қаражат пен ресурстарды пайдалану жолымен немесе тәсілін айтамыз. Жаһандық сын қатерлер бүкіл адамзатты толғандырып, барлық елдер мен халықтардың әлеуметтік топтарының мүдделерін қозғайды. Ал оның салдары экономиканы әлеуметтік шығындарға әкеп соқтырып, адамзат өркениетін өмір сүруіне қауіп төндіруі мүмкін. Стратегияның басты мақсаты 2050 жылға қарай мықты мемлекеттің дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру. Ал ерекшелігі стратегияның ұзақтығы, қойылған мақсаттар мен міндеттердің ауқымдығы мен тереңдігі жағынан теңдессіз құжат болып табылады. Қазір елдердің дені осындай ұзақ мерзімді стратегиялар әзірлеп қабылдауда. Біріншіден, ұзақ мерзімді жоспарлау мемлекет үшін жаңа міндеттер мен мақсаттарды жүзеге асырудың құнды құралы болып табылады. Екіншіден, ұзақ мерзімді жоспарлау елді әлеуметтік экономикалық даму деңгейін арттыруға, азаматтардың әл ауқатын күшейтуге және ел қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған маңызды мемлекеттік құжат болып табылады, құрметті оқушылар. Міне алдарыңызда сол 2050 стратегиясының 7 нақты қадамы көрсетілген, құрметті оқушылар. Міне, құрметті оқушылар, біз барлығын талдап көрдік. Қандай да бір сұрақ болса жазыңыздар, мен әр уақытта жауап беруге дайынмын. Алдарыңызда тұрған сынақтарға сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше аман есен